Саламатсыздар ма, курсанттар? Мен криминалистика кафедрасының аға оқытушысы, полиция капитаны, заң ғылымдарының магистрі Жасқанат Ерсайынұлы Айтжанов. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы қол атыс қаруының түсінігі, жіктелуі және оның материалды бөлігі, атыс қаруының құрылысы. Дәріс барысында келесі сұрақтар қарастырылады. Бірінші сұрақ: атыс қаруының түсінігі және жіктелуі. Екінші сұрақ: атыс қаруының материалдық бөлігі. Үшінші сұрақ: атыс қаруының автоматикасының қағидалары. Атыс қаруы деп өзінің конструкциясы бойынша газ тәріздес затты термиялық ыдырату энергиясының нысаналы қозғалыс алған оқпен адамды, жануарды, бөгетті зақымдауға бағытталған құрылғы аталады. Қазақстан Республикасының жекелеген қару түрлерін айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы заңында атыс қаруына ресми түсініктеме берілген. Атыс қаруы оқ-дәрі немесе өзге де от алғыш қуатының әсері нәтижесінде ұңғы оқпанынан оқты, снарядты, гранатаны ұшырып шығаратын қару. Зерттеуге түскен объектіні атыс қару деп тану үшін негізгі үш критерийге жауап беруі қажет. Бірінші — қарулығы, екінші — оттылығы, үшінші — беріктігі. Қарулығы нысананы бұзуға немесе зақым келтіру арқылы шабуыл жасауға немесе қорғануға, зақымданғанға арналған құрал. Атыс қаруынан атылған снарядтың кинетикалық үлес энергиясы нысананы зақымдауға жеткілікті 0,5 жол мм квадратқа тең немесе артық болуы тиіс. Оттылығы снарядты лақтыру үшін оқ-дәрі газының немесе басқа газ түзетін нәрселердің жану энергиясын пайдалану. Беріктігі объектінің конструкциясы снарядқа бағытталған қозғалыс беру үшін ұңғыны біріктіру керек, жабу механизмі және ату механизммен тұруы қажет. Бұл ретте конструкциясы бірнеше оқ ату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Атыс қаруының жіктемесі мақсатына қарай азаматтық, ол өз кезегінде өзін-өзі қорғануға арналған, спорттық, аңшылық, сигналдық, мәдени және оқытушылық мақсатта қолданылатын қарулар. Екінші — қызметтік мақсаттағы қарулар. Үшінші — жауынгерлік қол атыс қарулы жатады. Жауынгерлік қол атыс қаруы мен суық қаруға жауынгерлік, жедел қызмет және оқу міндеттерін шешуге арналған Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдары мен олардың бөлімшелерінің, бұдан әрі қарулы күштер, басқа да әскери мен әскери құралымдар, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары қарулануына қабылданған, сондай-ақ басқа мемлекеттерге беру үшін жасап шығарылатын қару жатады. Азаматтық мақсаттағы қару дегеніміз азаматтық қаруға Қазақстан Республикасының азаматтары коллекциялау, экспонаттау, өзін-өзі қорғау, спортпен, аң аулаумен шұғылдану мақсатында, сондай-ақ білім беру және мәдени ұйымдар білім беру және мәдени мақсаттарда пайдаланатын қару жатады. Азаматтық атыс қаруы оқсыз атылатын қаруды қоспағанда, оқты түйдектете атуды болғызбауы тиіс. Қызметтік мақсаттағы қару дегеніміз қызметтік қаруға жеке басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік қаруды сатып алуға құқығы бар мемлекеттік саяси қызметшілердің, Қазақстан Республикасы парламенті депутаттарының, сондай-ақ азаматтардың өмірі мен денсаулығын, меншікті қорғау, қоршаған орта объектілерін және табиғи ресурстарды,
бағалы және қауіпті жүктерді арнаулы хат-хабарды күзету бойынша өздеріне заңмен жүктелген және өз жарғыларында ережелеріне көзделген міндеттерді жүзеге асыру кезінде ұйымдардың пайдалануына арналған қару жатады. Дайындау тәсіліне қарай қарулар зауыттық, өнеркәсіптік, қолөнерлік және қолдан жасалған болып бөлінеді. Зауыттық өнеркәсіптік қару-жарақ кәсіпорындарда нормативтік техникалық құжаттамаға қатаң сәйкес мамандандырылған жабдықты қолдана отырып белгілі бір технология бойынша жасалған қару. Қолөнерлік қолөнер шеберханаларында станоктық жабдықтарды пайдалана отырып нормативтік техникалық құжаттама талаптарын сақтамай жасалған қару. Қазіргі таңда бұндай қару үлгілері мүлдем кездеспейді. Қолдан жасалған қару конструкциясында қайтымсыз өзгерістері бар. Қолдан жасалған тәсілмен енгізілген немесе әртүрлі үлгідегі қару бөлшектері мен бөліктерінен жиналған өнеркәсіптік жасалған қару, сондай-ақ бөлшектері, тораптары мен механизмдері қолдан жасалған, толық немесе ішінара қолдан жасалған қаруды жатқызамыз. Қаруды оқтау және тұтандыру тәсіліне қарай. Ұңға аузынан зарядтауға қарай білтелі, соққылы кремнийлі капсульді қарулар. Оқпан жағынан зарядтауына қарай бүйірінен соғатын лефашы патрондармен атылатын қарулар. Шығыршықты тұтанатын калибрі 5,6 мм спорттық және аңшылық қарулардан және орталықтан соғатын болып жіктеледі. Ұңғысының санына қарай атыс қарулары: 1 ұңғылы, 2 ұңғылы, аңшылық және спорттық мылтықтар. Атылған қару түрлерінің ұңғылары тігінен немесе көлденең орналасуы мүмкін. Тігінен орналасатын қару үлгілеріне ТОЗ 34, ИЖ 27 және тағы басқалар жатады. Көлденең ұңғылы қаруларға ИЖ 47, ИЖ 54 және тағы басқалар жатылады. Үшінші тобына көп ұңғылы, 2 немесе одан да көп ұңғыдан тұратын, мысалы 3 ұңғылы мылтық, 4 ұңғылы мылтықтарды жатқызуға болады. 1 ұңғылы атыс қаруларын үлгілерін келесі слайдтан көре аласыздар. 2 ұңғылы атыс қарулары ұңғысының орналасуын түрі бойынша көлденең және тігінен орналасқан, және көп ұңғылы атыс қаруы назарларыңызға ұсынылуда. Ұңғы каналының конструкциясына қарай атыс қарулары ойық ұңғылы, тегіс ұңғылы, қиыстырылған болып бөлінеді. Ойық ұңғылы атыс қаруының ұңғысының ішінде ойықтарының болуымен ерекшеленеді. Ойықтар оққа айналмалы қозғалыс береді. Тегіс ұңғылы оққа айналмалы қозғалыс беруге арналған ойықтары болмайды. Кей жағдайда тегіс ұңғылы атыс қаруының ұңғысында 140 мм-ге дейін ойықтардың болуына мүмкіндік береді. Бұндай қару үлгілерін парадокс деп аталады. Үшінші, қиыстырылған 2 немесе көп ұңғылы қаруларды айтуға болады. 1 ұңғысы ойықты, 2 ұңғысы тегіс болып келетін қару үлгілерін атауға болады. Атыс қарулары калибріне қарай кіші калибрлі, орта калибрлі, ірі калибрлі болып бөлінеді. Кіші калибрлі 6,5 мм-ге дейінгі калибрлі қарулар. Оларға келесі қару үлгілерін жатқызуға болады. 5,45 автомат АК-74, спорттық және аңшылық винтовкалар мен карабиндер жатқызуға болады. Орта калибрі 6,5 мм-ден 9 мм-ге дейінгі калибрлі аралықтағы атыс қаруларын жатқыза аламыз. 7,62 1930 жылы және 30 жылдар шығарған үлгідегі Токарев тапаншасы. 7,62 мм автомат Калашниковты жатқызуға болады. 9 мм Макаров тапаншасын және әртүрлі аңшылық карабиндер жатқызуға болады. Ірі калибрлі 9 мм-ден асқан калибрі қарулар 11,43 мм-ге дейінгі тапаншаны жатқызуға болады.
Атыс қарулары зарядтардың санына қарай немесе патрондардың санына қарай бір зарядты немесе көп зарядты болады. Бір зарядты беру механизмсі және бір оқпанда атыс қаруын айтуға болады. Көп зарядты беру механизммен және бір немесе бірнеше оқпаны бар атыс қаруын жатқызамыз. Ұңғысының ұзындығына байланысты атыс қарулар қысқа ұңғылы 160 мм-ге дейін, орта ұңғылы 160-тан 550 мм-ге дейін, ұзын ұңғылы 550 мм-ден астам атыс қаруларын түрлерін атауға болады. Автоматтандыру деңгейіне қарай атыс қарулары автоматтандырылған емес, автоматтандырылған, өздігінен зарядталатын қаруы бөлінеді. Автоматтандырылған емес қару үлгілеріне атыс қаруына қайта зарядтау адам бұлшық ет күшінің көмегімен жүзеге асырылады. Мысалы, ИЖ-18 ТОЗ-34 аңшылық мылтығы 1891-31 жыл аралығындағы үлгідегі 7,62 мм винтовка Мосинді жатқызуға болады, немесе 7,62 калибрлі наган револьверін жатқызуға болады. Автоматтандырылған атыс қаруы дегеніміз атыс қаруынды қайта зарядтау операциялары оқ-дәрі газдары күшінің әсерінен жүзеге асырылады. Кейбір автоматикалық үлгідегі атыс қарулары үздіксіз атыс жүргізуге бейімделген. Оларға пулемет ППС немесе немістік МР-40-ты жатқызуға болады. Басқалары жекелеген ату жүргізуге арналған переводчиктің болуымен ерекшеленеді. АК-47, АКМ, АК-74 автоматты қаруларын жатқыза аламыз. Жекелеген қару модельдерінде Ан-94 автоматты қаруы сериялық атыс жүргізуге бейімделген және әртүрлі режимдерге қоюға арналған переводчиктің болуымен ерекшеленеді. Ату сериясы 3-5 атыс жүргізуге ыңғайластырылған. Өздігінен зарядталатын қару ағытқыш механизмі тек қана жекелеген атыс жүргізуге арналған автоматикалық атыс қаруы. 1930 жылдағы үлгідегі 7,62 калибрлі Токарев тапаншасын жатқызуға болады, немесе 9 мм Макаров тапаншасын, немесе 7,62 мм өздігінен зарядталатын Симонов карабинін жатқызуға болады. Зерттеуге түскен объектіні атыс қару деп тану үшін негізгі конструктивті элементтер болу қажет. Оларға ұңғысы, жабу механизмі және соққы ағытқыш механизм болу қажет. Ұңғы атылған снарядқа қажетті жылдамдық пен көзделген бағытқа қозғалыс беретін атыс қаруының негізгі бөлігі. Ұңғының конструкциясына қарай атыс қарулары келесідей бөлінеді. Ойық ұңғылы және тегіс ұңғылы. Ойықты ұңғылы ұңғы арнасының бағыттаушы бөлігінде оққа айналмалы қозғалыс беретін ойықтары бар атыс қаруының ұңғысы. Тегіс ұңғылы ұңғы арнасының бағыттаушы бөлігінде оққа айналмалы қозғалыс беретін ойығы жоқ атыс қаруының ұңғысын жатқызуға болады. Назарларыңызға ұсынылған суреттен байқап отырғандай, атыс қару ұңғысының бойлық қимасы бірінші оқпан қимасынан тұрады, екінші оқпаннан, үшінші оқтың снарядтың кіретін жерінен тұрады, төртінші бағыттаушы бөлігінен тұрады, бесінші ұңғы аузының қимасынан тұрады. Ұңғы аузының қиығы ұңғының алдыңғы жағынан өтетін көлденең қимасы. Ол ылдимен жасалынады. Оқпан жағының қиығы ұңғының артқы жағынан өтетін көлденең қимасы. Ол бекітпенің алдыңғы жазықтығына, бекітпе тостағанына бекітіледі. Ұңғы арнасының бағыттаушы бөлігі атыс қаруы ұңғысынан лақтырылатын элементтің қозғалысын бағыттауға арналған және оқтың кірер орнымен және ұңғы аузының қиығымен шектелген бөлігі. Оқпан ұңғыда патронды орналастыруға арналған. Оның пішіні мен өлшемдері осы қаруға арналған патрон өлшеміне сәйкес келеді.
Кейде оқпанда оқсауыттың фланеціне арналған бунағы болады. Мұндай бунақ әдетте тегіс ұңғылы аншылық мылтықтарға кездеседі. Патрондардың пішіні мен құрылысы оның оқпанға бекіту әдісіне анықтайды. Бөтелке пішінді патрондар оқсауытты корпусының енісімен, фланеці бар патрондар фланецінің өзімен бекітіледі. Цилиндр пішінді патрондар оқсауыт ұңғысы қиығымен бекітіледі. Ревели жырақшалары атылған оқсауытты алып тастауды жеңілдету мақсатында қару оқпанында жасалған жырақшалар. Оқтың снарядтың кірер орны оқпаннан ұңғы арнасына өтуді қамтамасыз етеді. Оқтың кірер орны ойықты немесе қиыстырылған болуы мүмкін. Тегіс және ойық бөліктерінен тұрады. Мысалы, қиыстырылған оқтың кірер орны Макаров тапаншасының конструкциясы тапаншасында, винтовкалар мен карабиндердің көпшілігінде кездеседі. Токарев конструкциялы тапаншасында оқтың кірер орны тек ойықты ғана болады. Ұңғының ойық арналары барлық ұзындығы бойында бұрандалы сызық бойымен ойықтары оққа бойлық өсі айналасында айналмалы қозғалыс береді. Ойықтардың толық айналымы болатын қашықтық ойықтар қадамның ұзындығы деп аталады. Ойықтардың бер беттері қырлары деп аталады. Оққа айналмалы қозғалыс беруге арналған және оның қысыммен сезінетін ойық қырлы жауынгерлік. Қарама-қарсы қыры бос қыры деп аталады. Өйткені оқ ұңғы арнасы бойымен қозғалған кезде шамалы жүктемелерді көтереді. Атылған оқта жауынгерлік қырлардың ойықтары айқын көрінеді. Жауынгер және бос қырлармен шектелетін ұңғы арнасының тереңдігінен беті ойықтың түбі деп аталады. Ал ұңғы арнасында екі іргелес ойық арасындағы беттің шығыңқы бөлігі ойық өрісі деп аталады. Назарларыңызға ұсынылып отырған суретте ойық ұңғылы қарудың ұңғы арнасының көлденең қимасы кескінделіп тұр. Бірінші, ойықтың түбі. Екінші, ойық қырлары. Үшінші, ойық өрісі. А. Ойықтың ені. Б. Ойық өрісінің ені. С. Ойықтың түбі. Д. Өрістері бойынша ұңғы арнасының диаметрі немесе калибрі. Е. Ойықтары бойынша ұңғы арнасының диаметрі. Ұңғының негізгі сипаттамаларының бірі калибрі. Ойық ұңғылы қаруда ол ойықтың қарама-қарсы өрістері арасында немесе қарама-қарсы ойықтар арасындағы өлшем бірліктерді аламыз. Калибрі миллиметрмен немесе дюймнің 100-ден 1 бөлігімен ақшта немесе 1000-нан 1 бөлігімен Англияда белгіленеді. 1 дюймда 25,4 мм көрсеткіш бар. Тегіс ұңғылы қару үшін калибр 1 ағылшын фунты. Қорғасынан құйылған салмағы бірдей дөңгелек оқтардың санымен есептеледі. Олардың диаметрі ұңғы арнасы оқпан қиығының 220 мм диаметріне тең. Осы анықтамаға сүйене отырып, 12-ші калибрі мылтықтың калибрі 16-ші калибрі мылтыққа қарағанда ұңғы арнасының диаметрі үлкенірек болады. Егер әртүрлі отандық мылтық ұңғы арнасы, диаметрінің калибрі және метрикалық өлшеу жүйесі туралы айтатын болсақ, онда 12-ші калибрлі қаруда 18,2-18,75 мм сәйкес келеді. 16-ші калибрлі атыс қаруының калибрі 17-ден 17,25 мм сәйкес келеді. 20-ші калибрлі қаруда 15,5-ден 15,75 мм сәйкес келеді. 28-ші калибрлі қаруда 14,5-ден 14,25 мм сәйкес келеді. 32-ші калибрде 12,5-ден 12,75 мм сәйкес. Атыс қаруының келесі элементі жабу механизмі немесе бекітпесі. Жабу механизмі атыс қару ұңғысының оқпан бөлігін құлыптауға арналған. Сондай-ақ атыс қаруының келесі элементі соққы ағытқыш құрылғысы. Қарудың үшінші негізгі құрылымдық элементі атыс қаруы
оқпанында оқ-дәрі зарядын тұтандыру үшін соққы ағытқыш құрылғысы қызмет атқарады. Автоматикалық және өздігінен зарядталатын қарулар автоматика жүйесі қағидасы бойынша келесідей жіктеледі. Автоматика жүйесі кері соғу энергиясын пайдаланумен. Бірінші, бекітпеге әсер етуіне байланысты. Бекітпен өзі еркін бекітпемен және жартылай еркін бекітпемен қызмет атқарады. Екінші, ұңғымен және бекітпемен. Ұңғының қысқа қозғалысымен немесе ұңғының ұзақ қозғалысымен автоматика қызметі жүзеге асырылады. Үшінші, атыс қаруының толықтай бойына әсер ететін кері соғудың арқасында атыс қаруының автоматикасы жүзеге асырылады. Ұңғыдан шығарылатын оқ-дәрі газдарының бір бөлігінің энергиясын пайдалану арқылы автоматиканың келесі түрлері жіктелінеді. Бірінші, арнайы оқсауыттың түбі арқылы. Екінші, ұңғы каналындағы санлау арқылы. Оның өзі келесідей топтарға бөлінеді. Поршенді алға қарай жылжыту арқылы. Шатунға бекітілген поршенмен. Поршеннің артқа жылуының әсерінен автоматика жүзеге асырылады. Ұңғы құйығына байланысты автоматика жүзеге асырылады. Оқ пен ұңғы арнасы арасындағы үйкелістің нәтижесінде автоматика іске қосылады. Немесе қиыстырылған автоматикалық жүйелер қарастырылады. Атыс қаруының автоматикасы автоматты түрде қайта зарядтауды және атуды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қару механизмдері мен бөлшектерінің жиынтығы. Бекітпені кері қайтару жүйесінде автоматика жұмысы тек бекітпенің алға жылжуымен байланысты. Қарудың ұңғысы қозғалыссыз қалады. Ал оны жабу ұңғымен бірікпеген немесе тек ұңғы қорамен байланысы бар бекітпемен жүзеге асырылады. Еркін бекітпені кері соғу жүйелі қаруларда қайтармалы серппемен тірей бір-бірімен бекітілмеген ұңғы мен бекітпе, ұңғыны жабу бекітпе салмағымен жүзеге асырылады. Атыс жүргізілгеннен кейін кері соғу энергиясы бекітпеге әсер ете отырып, қайтармалы серппені сыға отыра оны артқа қарай жылжытады. Бекітпенің салмағы оқтың салмағынан ауыр болғандықтан, оған қарағанда жай қозғала, оқсауыт оқпаннан оқ ұңғыдан шығып кеткеннен кейін шығарылады. Бекітпе бастапқы күйіне қайтарма серппемен қайта қайтарылады. Аталған жүйе келесі тапанша түрлерінде: Макаров тапаншасында, Вальтер және тағы басқа тапанша пулеметтерде, тапанша пулемет Шпагиннің басқа да үлгілерінде кездеседі. Алдарыңыздағы суретте еркін бекітпені кері соғуға негізделген автоматиканың жұмыс істеу принципі ұсынылып отыр. Жартылай еркін бекітпе жүйелерінде еркін және тіркелген бекітпелері жүйелері арасында ұңғыны қатты жабу болмайды. Бекітпенің баяу ашылуы оның ұңғы қорабымен байланысына байланысты. Жартылай еркін бекітпенің конструкциясы әртүрлі. Мысалы, неміс тапаншасы Хенклер-Кох бекітпесі кері соғу әрекетінің әсерінен артқа жылжи, өзімен бірге екі роликті тарта, бұл қозғалыс оның кері қайтуын тежей, соққыш кері қайтуы керісінше үдей түседі. Жартылай еркін бекітпе сұлбасы көптеген заманауи атыс қаруының модельдерінде кеңінен қолданылған. 5,56 мм винтовка Хенклер-Кохта немесе Фамаста кездеседі. Алдарыңыздағы суретте жартылай еркін бекітпені кері соғуға негізделген автоматиканы жұмыс істеу принципі ұсынылған. Ұңғы мен бекітпені кері соғу жүйесінде атыс жүргізу барысында бекітпе қозғалмалы ұңғымен бірге тұтас қозғалмалы жүйені құрайды. Олар атыс жүргізгеннен кейін бірақ ажырайды. Ұңғыны кері соғу принципіне негізделген автоматика жүйесі екі түрге бөлінеді: ұңғының қысқа және ұзақ қозғалысы. Ұңғының кері соғудың қысқа қозғалысына жұмыс істеу механизмінің жүйесінде ұңғының кері қайту аралығы патрон өлшемінен аз болады.
Назарларыңызға ұсынылып отырған суретте ұңғыны кері соғудың қысқа қозғалысына негізделген автоматиканың жұмыс істеу принципі ұсынылған. Атыс жүргізілгеннен кейін кері соғу әсерінен ұңғы мен бекітпе жабу механизмімен бірге қатты бірге артқа қайтады. Содан кейін жабу механизмі қозғалмайтын корпуспен өзара әрекеттесіп, ағытылып бекітпені босатады. Ұңғының қысқа қозғалысынан кейін тоқтайды да бекітпе қаруды қайта зарядтау үшін өз қозғалысын жалғастырады. Қайта зарядтау үрдісі аяқталғаннан кейін бекітпе ұңғымен бірге бастапқы жағдайға қайта қайтады. Аталған принцип 1930 жылғы үлгідегі 7,62 мм Токарев тапаншасында 9 мм Вальтер П-38 Яриген және Глок 17 тапаншаларында кездеседі. Алдарыңыздағы суретте ұңғыны кері соғудың ұзақ қозғалысына негізделген автоматиканы жұмыс істеу принципі ұсынылған. Ұңғыны кері соғудың ұзақ қозғалысының жұмыс істеу механизмі жүйесінде ұңғының кері қайту аралығы патрон өлшемінен үлкенірек болады. Бір-бірімен біріккен ұңғы мен бекітпе жылжымалы жүйенің толық ұзындығына артқа қайта жылжиды. Жылжымалы бекітпені ең шеткі орынға жеткеннен кейін ұңғы мен бекітпе бір-бірімен ағытылып кері қайтады. Ұңғының алға қарай қозғалысы барысында оқсауытты шығарып тастау жүзеге асырады. Ал бекітпенің қозғалысы барысында патронды оқпанға бағыттауға және жабу құрылысын қосуды қамтамасыз етеді. Аталған принципте конструкциясы жағынан тегіс ұңғылы өздігінен зарядталатын қаруларды жатқызуға болады. Браунинг 6-5 тегіс ұңғылы атыс қаруы айтуға болады. Ұсынылған суретте ұңғының кері соғудың ұзақ қозғалысына негізделген автоматиканың жұмыс істеу принципі баяндалған. Атыс қаруының толық бойына әсер ететін кері соғуға негізделген автоматиканың жұмыс істеу принципі. Инерциялық дене принципін пайдалануға негізделген атыс қаруының толық бойына әсер ететін кері соғу жүйесі. Аталған жүйеде автоматиканың жұмысы атыс қаруының толық бойына әсер ететін кері соғуда қарудың бөлшектермен қатты байланыста тұрмаған инерциялық дене деп аталатын арнайы бөлшегінің қозғалысына байланысты. Атыс барысында инерциялық дене қалыпты күйде қалуға ұмтылады. Осыған сәйкес қарудың толық бойында ығысып, бекітпені ашады. Аталған принцип заманауи италиялық өздігінен зарядталатын тегіс ұңғылы Бенелли мылтығында пайдаланылады. Суретке назар аударыңыздар. Ұңғыдан шығарылатын оқ-дәрі газдарының бірі бөлігінің энергиясын пайдалануға негізделген автоматиканы жұмыс істеу принципі жауынгерлік және азаматтық қаруларда кең таралған. Толығырақ тоқталатын болсақ, АК-47, АКМ-ді, АК-74 автоматтарында, СКС карабиндердің СВД винтовкасында және Беретта А390 тегіс ұңғылы өздігінен зарядталатын мылтығында осы принцип көзделген. Бұл аталған жүйеде оқ-дәрі газдары ұңғы каналының қабырғасындағы санаулар арқылы газды камераға түседі. Газды камераға оқ-дәрі газдары оқтың газды өткізуші саналардан өтіп кеткеннен кейін енеді. Газды камераға жылжымалы поршын біріктіруші жетек күштің немесе сояушы орналастырылып бекітпені қозғалысқа келтіреді. Бекітпе мен сояушы артқа толықтай шегіне қайтармалы серіппенің көмегімен бастапқы қалыпқа қайта келеді. Сонымен қатар қарудың қайта зарядталуын қамтамасыз етеді. Суретке назар аударыңыздар. Оқ пен ұңғы арасындағы екеулесті пайдалануға негізделген автоматиканың жұмыс істеу принципі. Аталған жылжымалы ұңғыда және қозғалмайтын бекітпеге оқ пен ұңғы арасында екеулесті пайдалану
оқ-дәрі газдарының күшін пайдалану принципіне негізделе жұмыс жасайтын қаруда кері соғы әрекеті қозғалмайтын корпусқа әсер етеді. Атыс жүргізу сипатнамасына қарай. Жекелеген атыс жүргізетін, автоматикалық емес және өздігінен зарядталатын қарулар. Үздіксіз атыс жүргізетін, автоматикалық қарулар. Сериялық атыс жүргізетін, автоматикалық тек бекітілген кезектілікпен атыс жүргізуге арналған атыс қаруы. Қиыстырылған атыс жүргізетін, бірнеше түрде атыс жүргізуге арналған атыс қарулары жатқызылады. Қарулар қолда ұстау және басқару әдісіне қарай. Тапанша және револьвер, винтовка, карабин, автоматикалық винтовка, автомат, тапанша, пулемет және мылтық немесе пулемет болып бөлінеді. Назарларыңызға рахмет.